Бүгінгі видеода мен қарындасыма пранк ұстаймын. Себебі сендер любой видеоның комментіне жазып қоймадыңдар. Даже инстаграмға да. Вот даже бар ғой, даже кездескенде де ғой. Қарындасыңызға пранк ұстаңызшы. Сен итакта мен қарындасым емессің ба? Ой, кешіріңдер, техникалық бір ақау болып қалды. И сендер қоймаған соң мен базар жоқ пранкты ұстадым, но қарындасымның реакциясы одан былай болды. Все, ешнәрсе айтпай қойың, өздерің видеодан көре жатарсыңдар. Сендерден үлкен өтініш, жаңа жылға дейін 100 000 подписчик жинапсақшы, егер де асыл қызыл кнопка подписаться болса, міндетті түрде бас келейік, ал біз бастаймыз. Йо-йо, барлықтарыңа сәлем достар, сендермен әдеттегідей мен Ерді, және де сіздер осы видеоны түсіңіздер деп ойлаймын. Видео басылмай тұрып сіздерден бір үлкен өтініш. Хотя видео басылмай тұрып тағы да сұрадым емес па? Ну ладно, достар, жаңа жылға аз-ақ күн қалды. Соған дейін мен 100 000 подписчик жинағым келіп отыр. Пожалуйста, егер де астында қызыл кнопка подписаться болса, міндетті түрде басып кетші. Ол маған үлкен мотивация және де үлкен көмек болады. Жаңа жылға дейін күміс кнопканы алып, мен керемет бір видеолар түсіргім келіп жүр. Мен уже сценарий жазып дайындап қойдым. Прям видео дайын, бәрі дайын. Просто кнопка ғана жетпейді. Так что астында қызыл кнопка подписаться болса, міндетті түрде басып кетейік. 100 000 подписчикке жетіп алайық тез. Ал енді қарындасыма істейтін бірінші пранкты түсіндіріп жіберейін. Міне менде 5 чупа-чупс бар. И осы чупа-чупстың тек екеуін ғана қарындасыма беретін болам. Ну, и так екі қарындасым шақырып берем. И потом олар рахмет айтады маған. Сол кезде мен айтам, чупа-чупстарыңды әкеліңдер, бір жалайыншы деймін, потом бар береді. И сол кезде сразу екеуін алып аламын да, екеуін бір уақытта тістеймін де, екеуін жоқ қылып жіберемін. Прям тістеп мен жейіп аламын. Потом солардың реакциясын көретін боламыз. Қызық болады. Лайк басып отырайық, ал біз бастаймыз. Жүріңдер қыздар, мен де сендерге бір нәрсе беремін. Ал енді менің подаркымды көруге дайынсыңдар ма? Есік жабыңыз, кіргізіңіз Маликаны. Маликаны кіргіз ол. Кіргіз. Менің подаркымды көруге дайынсыңдар ма? Иә. Қараңдар. Екі чупа-чупс. Рахмет. Сіздер чупа-чупстарыңыз ашыңыздар, бірақ та бір шарт бар. Сендер чупа-чупстарын маған жалатасыңдар. Бір рет жалатасың ғой, иә? Все. Аузыма салыңдар екі жақтан. Міне. Ағасы бұрақ түстеп алдым. Көрдіңіз бе? Маман. На. Болды, жылама. Бізге басқа чупа-чупс беріңіз. Ренжімейсің ма? Ренжімейсің. Болды онда. Келесі пранкқа сүйеттігі. Иә, енді бірінші пранк более-менее нормальный болды деп ойлаймын. Ал енді мына екінші пранк енді біраз психикаларын бұзады оларды. Короче, менде мынандай шоколад бар. И осы шоколадты мен сестренкаларыма тағы да подарить етемін. Но мен тағы да бір условия қоямын оларға. Типа анандай бір шоколад мен фокусты көрген шығарсыңдар. Короче, былай. Я тура осыны мен сестренкаларыма істеп көргелі жатырмын. И надеюсь, өтеді деп ойлаймын. Кеттік. Қыздар тоқтата тұрыңдар. Короче, менде сендерге бар ғой. Тағы бір сыйлық бар. Қараңдар. Бірақ тағы да бір шартым бар сендерге. Жүріңдер. Короче, мен сендердің шоколадтарынан бір штугын алам. Бірақ ол әлі де мынандай тік төртбұрыш болып қала береді. Бола бере ма? Бола бере ма? Короче, қараң. Міне сендердің шоколадтарың ғой, иә? Так, все, болды. Тік төртбұрыш болып тұр ғой, иә? Былай қарасаң, тік төртбұрыш болып тұр ма? Бұл тік төртбұрыш болып тұр ма? Все, енді онда міне мына асқаға мына бөлігі, міне мына бөлігі. Просто мен жей салам. Аға, бұл қалай болып кетті сонда? Айтпаймын. Кеттім мен. Иә, пранк кішкене жүзеге аспай қалды. Ана шоколад қатты и плюс өте жұмсақ болып қалды. Стоп, қалай болып кетті? Қатты и плюс жұқа екен да. Бір жерін кескенде сразу басқа аяғы да бұзылып кетті. Короче, болмай қалды кішкене, но все равно жүзеге асты деп ойлаймын. Нормальный болды ма, болмады ма? Короче, білмей отырып комментке жазып кетіңдер. Нормальный болса, нормальный болды деген сияқты да. Ал енді үшінші пранкқа қарай кеттік. Короче, үшінші пранк былай болады. Менде міне екі кәмпит, сосын бір черный ящик бар. И осылармен мен қазір аукцион жасайтын боламын. Иә, аукцион, ойлаңдаршы. Мен сестренкаларымда қанша теңге бар екен білмеймін. Олар әйтеуір бір қуыстардан теңгелер тауып әйтпейді жинап жүрді. Дәл қазір шығартатын боламын.
Вообще қанша теңге болады екен, қызық болып жатыр. 1000 теңгеден аса ма екен, аспай ма екен? Қазір көретін боламыз. Кстати, мен бұл жерге кәмпиттің өзін бермеймін. Ішіндегі кәмпиттің алып аламын да, орнына қара нанды салып беретін боламын. Все, болды, наконец-то жасап болдым. Енді ана қара ящикке саламын да, и қарындастарыма аукционды бастайтын боламын. Даусын баса тұрыңдар. Менде мынандай қара ящик бар. Не екенін көргілерің келе ма? Короче, бұның ішінде күшті бір зат бар. Бірақ та бұны мен сендерге тегін бермеймін. Аукционды ойындастырамын. Бұның бағасы 50 теңге. Көптен күткен байлар аукционын бастайтын боламыз. Шапалақ. Міне біздің байекелер жиналып қалған. Бүгінгі басты приз осы қара ящик. Осы қара ящиктің ішінде керемет нәрсе бар. Көрсетейін ба ақырын? Бірінші Аяна. Иә. Енді Елана. Көрдім. Ақша тігіп жарысуға дайынсыңдар ма? Бастапқы құны 50 теңгеден. Қане 50 теңге. 50 теңге. Міне. 60 теңге. Қосасыз ба? Ақша? Иә. Міне. 100 теңге қосыпты, базар жоқ, сіз қосасыз ба ставканы? 160 теңге, Аяна мырза. 100 теңге, 200 теңге болды, сіз қосасыз ба енді? Мәс, саған 260 теңге дейді. Аяна көке, не істейсіз енді? Бәрі келді, 300 теңге дейді. Сіз қосасыз ба тағы да? 5 теңге. 500 теңге қосат кесіз. Мәс, саған болды ма, ақшаларыңыз бітті ма? Иә, бітті. Болды ма? Ешқай жері жоқ қой, иә? Жоқ. Точно жоқ па? Иә. Мінекей біздің көптен күткен конкурсымызда бізде Елана мырза ұтатын болады. Құтты болсын Елана мырза. Бірінші мен сіздердің ақшаларыңызды алып алайын мына жерден. Ал енді құтты болсын, мәңіз. Ал мен бұлай қарай кете берейін жайлап. Күшті мекен конкурсты ұтқан мырза. Құтты болсын. Ақшаларын бермеймін, қыздар. Өйткені мен сендер сатып алдыңдар мен мына ақша. Андарың құтты болсын, қыздар. Конкурста 1000 теңге ұтып алғансың. Бермеймін деймін. Короче, мына 4-ші пранк просто идеальный пранк. Короче, Батям қазір кіре берісте кітап оқып отыр да. Қарындастарыма айтам, типа, Батяма пранк ұстайым, мойнына су шашамыз да, қаш кетеміз deyip, тығылып қаламыз deyip. И потом олар по-любому келіседі. Батям мойнына су шашып қашып бара жатқанда, есікті мен резко жауып қалам бері қарай, оларды кіргізбейді. И все болды. Постановить етем оларды. Егер түсінбесеңіздер, қазір видеода өздеріңіз көріп түсініп жатасыздар. Ал біз бастайық. Елана. Короче, бар ғой, күшті бір пранк бар. Әкеге ұстайсың ба? Короче, бүйтеміз. Ана су шашатын бар ғой, гүлге су шашатын бар ғой. Соны аламыз да, айтам, әке ана қазір кіребер жақта отыр, арт жағынан шашамыз да қашып кетеміз, тығылып қаламыз, әке білмей қалады. Давай. Күшті ма? Иә. Келісесің ба, иә? Иә. Аянамен істейін бірақ. Аян екеуің ба? Иә. Давай. Бірақ ананы саған берем бе қазір, су шашатын қазір күте тұр. Все, Елана, әке ана кіребер жақта отыр, короче, ар жақта. Міне, мысылдататын. Мен су шығып тұр. Шашың ба? Қолдан көтерің. Все, короче, май. Ақырын бар, шашамыз. Жақын, ақырын. Короче, бүйтесің. Ақырын жақындайсың ғой. Бүйтіп, жанына жақында болды. Мойнында бар ғой. Осы мойнында шашы. Мойны ішінде ма? Иә. Бүйтіп, ақырын да келді. Ақырын бізді еткізесің ғой, жарай ма? Түсіндің ғой, иә? Иә. Ақырын, Аяна. Бірісімен мадақтама, бірісімен салмақтама, оған бар деп біреулерді басып. Әке болды кезеріңізші. Керек па шашу сендерге? Жоқ. Шашу керек па? Все, короче, пранк осылай болды. Надеюсь, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Сіздермен әдеттегідей болған мен Ерда, және де барлықтарыңызға давайте.